Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Хош келдіңіздер каналыма. Бірінші видеода 5 тәсілмен бөлістім. Енді қалған тәсілдермен таныстырып өтейін. 6-шы тәсіл. Бұл тәсіл 5-ші тәсілге ұқсайды. Көкірек тұсыңызды 2 алақаныңызбен кесек шапалақтау керек. Арасында 2 иықты да шапалақтап қойыңыз. Бұл жаттығу қалқанша без бен ұйқы безінің жұмыстарын жақсартуға көмектеседі. Орыс халқында 2 органда ағалы қарындас деп те атайды екен. Бұл жаттығуды қанша рет жасау өз еркіңізде. Жаттығулармен қатар теңіз капустасын көп тұтыну керек. Теңіз капустасында йод көп болады. Сондықтан қалқанша безге көмегі бар. Йод ағзамызда жеткілікті болса, қант диабеті де болмайды. 7-ші тәсіл. Қан қою болған жағдайда мал өнімдерін тоқтата тұрып, көп көкөністерді пайдалану керек. Тәтті, майлы, қуырылған тағамдардан бас тарта тұрыңыз. 8-ші тәсіл. Аяғыңызда тромб пайда болса, аяқты ыстық суға, әрине аяғыңыз күймейтін суға болап, сонан соң таза керосинмен сылау керек. Артынан шапалақтап, қан айналымын реттеңіз. Осындай жағдайда мал өнімдерін тоқтатып, көп көкөністер пайдалану керек. 9-шы тәсіл. Чистотел тұнбасын пайдалану керек. Бұл тұнба қанды тазалайды. Осы емге қосымша саусақтарыңыздың ұшымен басыңызға массаж жасаңыз. Самайдан бастап мойынға дейін саусақтарыңызбен шаштың арасын салалап, артқа, алға қозғалта отырып массаж жасаңыз. Бұл ем шашты қарайтады, таз болудан сақтайды, инсульттің алдын алады, еске сақтау қабілетіңізді арттырады, көздің көру қабілетін жақсартады. Осы жаттығуды 500 рет жасауға болады. Әрине бірден емес, арасын үзіп орындаңыз. Соңынан бетті, басты шапалақтаңыз. Бұл Қытай методикасы. Қанша рет қайталау әрине өз жағдайыңызға байланысты. 10-шы тәсіл. Қант диабетімен ауырғанда көздің көру қабілеті нашарлай бастайды. Капуста соғын пайдаланыңыз. Капуста соғын пайдаланғанда қандағы қант мөлшерінің көтерілуін тежейді. Осы соққа ащы бұрыш қосып пайдалануға болады. Көздің бөлінуінен сақтайды. Осы еммен қатар көз жаттығуларын да жасаңыз. 2 қастың ортасынан бастап, 2 қолдарыңыздың саусақтарының ұшымен төменге қарай көздің алмасының үстін баса отырып, жеңіл қозғалыспен тартамыз. Осы жаттығуды 100 рет жасау керек. Бұл грек халқы дәрігерінің жазбасынан алынған. Осы емнен соң глаукома, катаракта, көз ауруы болмайсыз. Көзілдірік қолданбайтын боласыз. Жаттығу кезінде көзіңізді жұмып отырасыз. 11-ші тәсіл. Корень девисельдің 1 шай қасығын 1 стакан суға салып дайындап алыңыз. Енді кішкентай кастрюльге су қайнатып, ортасына жаңағы тұнбаны салып, 15 минут сыртынан қайнатамыз. Осы тұнбаның жарты стаканын тамақтанғаннан соң 21 күн бойы ішіп жүріңіз. Сонан соң 10 күн демалып, және 21 күн ішу керек. Енді гвоздика ұнтағынан жарты шай қасығын тамақтанғаннан соң ішіп жүруге болады. Енді қаразере ұнтағының 1 шай қасығын тамақтанғаннан соң ауызға салып дәмін алып жүруге болады. Күніне 2 рет пайдаланыңыз. Бұл емді ара белі бұрыннан қолданған. Зығыр тұқымын пайдаланардың алдында ғана майдалап, ұнтақтап алу керек. Зығырда цинк бар. Ұйқы безі жұмыс істеу үшін цинк керек. Осы зығырды пайдаланғаннан соң инсулин гормоны жұмыс істей бастайды. Ұйқы безі 70%-ға жақсы жұмыс істейтін болады. Тек мал өнімдерін қолданбай тұрыңыз. Көп көкөністерді көп пайдаланыңыз. Дәнді дақылдардың дрожжсыз пісірілген нанын қолданыңыз.
бір ас қасық зығыр тұқымына бір ас қасық зығыр майын қосу керек. Осыған бар болса таза балық майын қосыңыз. Осы қоспаларды күні бойы ауызға салып дәмін алып жүріңіз. Бұл қоспада цинк бар, омега-3 бар. Раққа қарсы қасиетке ие. Омега-3 жайлауда жайылған сиыр сүтінде кездеседі. Химия қосылған жем жеген сиырларда омега-3 болмайды. Және жұмыртқада да омега-3 бар. Жаңағы қоспаға зығыр майы жоқ болса, өсімдік майын қоссаңыз да болады. Әрине бар болса зығыр майы жақсы. Және де осы қоспаны нанға қосып пайдалануға да болады. Осы зығыр тұқымының емі 12-ші тәсіл болатын. Ем болсын, ауырмаңыздар. Туған туысқандарыңыз бәрі де аман болсын. Тек дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз. Ақпараттар пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеле отырыңыздар. Егер қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, жаңадан шыққан видеолар туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Өздеріңіздің тәжірибелеріңізден өткерген қандай халық емдерін білесіздер, комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер.